Ыбырай Алтынсарин мақта қыз бен мысық ертегісі. Баяғыда мақта қыз болыпты, оның мысығы болыпты. Екеуі үнемі бірге жүреді екен. Бір күні мақта қыз үйін сыпырып жүріп, бір мүйіз тауып алыпты. Мысығын шақырыпты. Мысығым, келе ғой, депті. Сонда мысығы келмепті. Жарайды, келмесең келме, деп мүйізді өзі жеп қойыпты. Бір кезде мысығы келіп, мені неге шақырдың, депті. Мақта қыз айтпаймын, депті. Мысығы, айтпасаң сүтіңді төгемін, депті. Сүтті төксең құйрығыңды кесіп аламын, депті мақта қыз. Бірақ мысық мақта қыздың айтқанын тыңдамай сүтті төгіп жібереді. Сөйтіп мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысығы жылап, мақта қыз, құйрығымды берші, деп жылайды. Сен маған сүтімді әкеп бер, сонда мен саған құйрығыңды қайтарып берем, депті. Сиыр, маған сүт берші, дейді. Сен маған жапырақ бер, қарным ашып тұр, сонда сүт беремін, дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, маған жапырақ берші, дейді. Маған су әкеліп бер, шөлдеп тұрмын, сонда жапырақ беремін, дейді. Мысық қыздарға барады. Қыздар, маған су беріңдерші, дейді. Қыздар, бізге сағыз әкеліп бер, сонда саған су береміз, дейді. Мысық дүкенге барады. Дүкенші, маған сағыз берші, дейді. Сонда дүкенші, маған жұмыртқа әкеп берсең, саған сағыз беремін, депті. Мысық тауыққа барып, тауық, маған жұмыртқа берші, дейді. Сен маған дән бер, сонда мен саған жұмыртқа беремін, дейді. Сөйтіп мысық не істерін білмей келе жатса, тышқанды көреді. Тышқанға тап беріп мысық, кәнекей, үйіңде не бар? Бер барлығын, дейді. Тышқан қорыққаннан, емде бір уыстары бар, дейді. Мысық тышқанға, бар сол тарыны әпкен, әйтпесе мен сені жеп қоям, дейді. Тышқан інінен бір уыс дәнін алып мысыққа береді. Мысық тарыны тауыққа береді. Тауық жұмыртқасын береді. Жұмыртқаны дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақтарды сиырға береді. Сиыр сүт береді. Сүтті мақта қызға апарып береді. Мақта қыз құйрығын қайтып береді. Мақта қыз бен мысық қайтадан дос болады.
Достар, егер ертегі ұнаған болса, каналға жазылып кетуді ұмытпа.